Білім беру саласы таным. Бөлімі қарапайым математика негіздері. Бөлім математикалық модельдеу. Бөлімше төртінші бөлім, бірінші бөлімше математикалық тіл және математикалық модель. Оқу қызметінің тақырыбы жаттығу жасаймыз, есеп шығарамыз. Оқу мақсаты төртінші бөлім, бірінші бөлімше, үшінші тақырып, көрнекілігі негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмалар шешу. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен есептер шығарамыз. Оқу қызметіне тартудың тиімді әдістері, белсенді әдістер. Таңертеңгілік сергіту жаттығуы, көңілді күн. Екінші әдісі сұрақ жауап арқылы сурет бойынша есеп құрастыру әдісі. Үшінші әдіс серуенге шығамыз. Сурет бойынша есеп құрастыру. Төртінші әдіс доптарды санаймыз. Бірден 10-ға дейін оң және кері санау. Одан қаламмен әдемілеп 10 санын бастырып жазамыз. Келесі әдіс ойын арқылы әдіс. Ойын әдісі жоқ сандарды орнына қой ойыны арқылы есептер шығару. Геометриялық фигураларды атай отырып, өздеріне қалаған фигуралардан тізбекті жалғастыру. Балалар, бірінші біз сабағымызды бастамас бұрын таңертеңгілік сергіту жаттығуын жасап, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап, көңілденіп. Есігіңнен мен көріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Жақсы балалар, ондай болса, көңіл күйімізді көтеріп болсақ, келесі тапсырмада бізде жаттығу жасаймыз, есеп шығарамыз. Қарапайым математика негіздері кітабын ашайық. Сол жерде балалар, сендер не көріп тұрсыңдар? Қандай суретті көріп тұрмыз? Өте жақсы балалар. Дұрыс айтасыңдар. Балалар жаттығу жасап жатыр. Бір балалар жүгіріп бара жатыр. Өте жақсы. Бұл жерде барлығы қанша бала жаттығу жасап жүрген? Өте дұрыс айтасыңдар. 7 бала, 4 қыз бала, 3 ұл бала. Яғни барлығы қанша бала екен? 7 бала екен. Жақсы балалар. Енді біз барлығымыз жаттығуымыз жасап болсақ, серуенге шығайық. Серуенге шығу үшін бізге не қажет болады?
Өте дұрыс айтасыңдар. Велосипед қажет болады. Өте дұрыс. Велосипед қажет болады, әрине. Енді сол велосипед, қанша велосипед тұр мына жерде? Суреттен қанша велосипед көріп тұрмыз? Өте жақсы. 5 велосипед көріп тұрмыз. 3 сары, 2 қызыл велосипед. Енді біз жаңа серуенге шығу үшін қанша бала дедік? 7 бала дедік, е? Сол 7 баладан енді мына жерде велосипедіміз қаншау? 5-еу. Нешеу жетпейді бізге? 2 велосипед жетпейді екен. Өте жақсы. Келесі тапсырмада балалар, мына жерде не көріп тұрмыз? Доптар қанша? Санап жіберейік. Иә, дұрыс айтасыңдар. 10. Кәнеке, бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 доп. Енді 10-нан кері қарай санап жіберейікші, кәнеке. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы. Енді мына жерде көріп тұрғандарындай 10 саны тұр. Енді осы 10 санын әдемілеп тұрып қаламмен бастырып жазып шығайық. Келесі балалар, келесі тапсырмада біз жоқ сандарды орнына қой ойыны арқылы келесі тапсырманы орындайық, кәнеке. Келесі тапсырмада біздерде тек қана 10 саны жазылып тұр да, ал 10 санының құрамын табу үшін бізде тор көздер бос тұр. Бұл жерде бізге көмекке мына жерде тұрған қызыл және көк нүктелер көмектеседі екен. Кәне, бірінші тұрған қызыл нүктені санайықшы, қаншау? 9, өте жақсы. 9 сан жазып аламыз. Көк нүкте қанша? 1. Яғни 9-ға 1-ді қосқан кезде қанша болады екен? 10 болады екен. Өте жақсы балалар. Енді келесі тапсырмаларды өздерің орындай қойыңдар. Жақсы. Орындап болсақ, ондай болса балалар келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырманы орындамас бұрын біз қандай геометриялық фигураларды білеміз? Қане, атап жіберейікші, қандай геометриялық фигураларды білеміз? Жақсы, 3 бұрыш, шеңбер, төрт бұрыш, шаршы. Өте жақсы. Енді мына жерде көріп тұрғандарында қандай геометриялық фигуралар тұр? Шеңбер және шаршы. Жақсы. Енді астында тұрған бос торкөзге біз өздерің қалаған фигуралардан әдемілеп тұрып геометриялық фигураларды ойластырып жазып шығайық. Содан кейін оны әдемілеп тұрып бояп шығамыз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жақсы, ұнады, е? Енді бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Не білдік? Жақсы, санауды, дұрыс айтамыз. Геометриялық фигураларды ажыратуды үйрендік, өте жақсы. Және есеп шығаруды үйрендік. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.